Игі іс, қайырымдылық ғасырлар бойы өз өзектілігін жоғалтпаған. Ал оның ең жақсысы үлкен кісіге деген көмек. Майдандағы ең маңызды көмек ол тыл жұмысы. Әрбір отбасы, әрбір үй қарапайым киім тігуден бастап өнеркәсіпке дейін жұмыс жасаған. Ал бүгін біз сол қиын кезеңнің куәгерлерімен бірге тілесетін боламыз. Тылдағы еңбек бұл ерліктің бір көрінісі. Қиын-қыстау заманда аштық пен суыққа қарамастан еңбек адамдары жеңісті жақындатты. Олардың әрбір күші төгілген әрбір тер. Біз соғыс кезінде бала боп ойнамадық. Әкеміз соғысқа кетті, шешеміз жер жыртып, соның соқасында отырдық. Егінді қолменен шашып егетін, егінді қолмен орып жинайтын. Содан бір оқымыстылар кеп бізді дәрігерлік көмек жасағанды үйретті. Мылтықпен қалай жұмыс істеу керек екенін көрсетіп үйретті. Балалық шағымыз біздің сондай болып өткен, қарағым. Бұл АК-47 автоматы. Жинау нормасы 47 секунд. Ал енді сіздермен бірге сынап көрейік. 1, 2, 3. Процесс өте қиын, ал соғыс жылдарында бұл процесті 10-12 секундта бітіретін болған. Тыл жұмысшылар болса, алдымен осы заттарға үйреніп, кейіннен тылға кеткен. секундта аяқтадық. 1941-1945 жылдары Қазақстанның еңбекші халқы майдан үшін азық-түлік, киім-кешек, қару-жарақ, оқ-дәрі өндірді. Қарағанды шахтерлері көмір қазды. Түркістан-Сібір темір жолы арқылы мыңдаған тонна жүк жеткізілді. Ал ауылдарда әйелдер мен балалар егіс даласында тыңбай еңбек етті. Өнеркәсіп қызметкерлеріне 300-800 рубль берілді. Кейбір жұмысшылар азық-түлікке қиындықпен жететін карточкалық паёк үшін еңбек етсе, кейбіреулерге мүлдем жалақы берілмеді. Балалар жұмысқа күштеп тартылды. Тыл жұмыс ардагерлерінің еңбектерін қаншалықты бағалайсыз? Менің атам тыл еңбегінде жұмыс жасаған. Ол кісінің әңгімелеріне қарасам, сол жылдардағы адамдардың қайсарлығы мен төзімділігіне таңғаламын. Менің тылда жұмыс істеген жақындарым жоқ, бірақ та кітаптан алған білімдеріме сенсем, бұл өте қиын ауыр жұмыс, және де бұл жұмысты бағаламауға болмайды. Тылдағы еңбек жеңістің негізгі тіректерінің бірі. Ал осы ардагерлеріміздің қажырлы еңбегі мен ерлігі бәріміздің есімізде. Осындай қарияларымызды бағалайық, әрдайым көмектесейік. Сіздермен бірге болған мен Мерейлі Масқарбек, сау болыңыздар.